Қарға тамырлы қазақ қай заманда болсын батырдан кенде болмаған. Азуын айға білеген небір хандардың өзі батырлардың сөзін тыңдап, кеңесіне құлақ асқан. Сондай қаһармандардың бірі де бірегейі Қаракерей Қабанбай батыр. Жоңғар мен Қара Қытайдың есін шығарып тырқырата қуған оның сұсты бейнесі сыртқы жауларымызға үрейдің символындай көрінеді. Қабанбай жастық шағынан бастап өмірдің ащы дәмін татып өсті. 1702 жылы барлықтағы алғашқы шайқаста әкесі Қожағұл батыр аз адаммен қоршауда қалып қойып, ақыры ауыр жарақаттан о дүниелік болады. Бұл кезде Қабанбай 11-ге жаңа толған еді. Даңқты батыр Қожағұл өмірден өткен соң ел арасынан бірлік кетіп, оны көріп отырған ойраттар ел жұрт аманда тапа-тал түсте қазақ ауылдарын емін-еркін тонап, білгендерін істеуді шығарды. Бірлігі кеткен ауылдарды ойрандап, пәк қыздарын күң, бек ұлдарын құл етуге көшті. Олар сонымен қоймай, кезекті жорықта Қабанбайдың ағасы Есенбайды аяусыз қорлап өлтіреді. Бұл жас жігіт үшін орны толмас қасіретке айналды. Әкесі өлген соң жалғыз сүйеніші болған Есенбайдың қорлықпен өлтірілуі Қабанбайдың жүрегіне қан қатырды. Ағасының кегін алмақ болған ол, жаудың ортасына жалғыз барып, ағасын өлтірген қалмақты іздеп жүріп тауып алып, басын кесіп тастайды. Бұл тек бастамасы ғана болатын. Оның бұл жүрек жұтқан ерлікке толы сапары ел ішінде аңыз болып тарап, ол бірде-бірде қалмақтарға да жетеді. Енді кіп-кішкентай Қабанбайдың даңқы қалмақтарға қорқынышты болып көріне бастайды. Оның ерлікке толы ғұмыры осылай басталған еді. Қалың керейлер арасында тұрып хан бибіге үйленеді. Қабанбайдың даңққа толы жұлдызды шағы жоңғарларға қарсы бүкіл қазақ халқының азаттық қозғалысы кезінде анық көрінді. Жастайынан қалмақ десе қаны басына шабатын батыр Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама жылдары жоңғарлармен аяусыз күреске түсті. Нақтырақ айтқанда 1723 жылы Түркістан қорғанысына, 1726 жылы Бұланты шайқасына, 1730 жылы Аңырақай Алакөл шайқасына, кейін Шыңғыстау, Ертіс бойындағы шайқастарға қатысып, Абылай ханның ең сенімді батырларының біріне айналады. Қанды жорықтардың бірінде ерекше дараланып жауға шапқанда бұл ісіне сүйсінген Абылай хан оны Дарабозым деп атайды. Бұл 1741 жылы Шыңғыстаудағы Шаған шайқасы болса керек. Жеңісті жорықтар одан әрі жалғасып, 1751 жылы Ұлы жүздің жасағын өзіне қосып алған екі түмен қазақ әскері сыр бойы Шымкент, Сайрам, Ташкент қалаларын жоңғарлардан тазартып, Ташкент қаласында Төле бидің билікке келуіне жәрдемдеседі. Сонымен қатар Шыршық аймағында Жоңғария жеріне құлдыққа айдалып бара жатқан бірнеше мың қарақалпақты аман есен құтқарып қалады. Бұл кезде хандық іші алатайдай бөлініп, 300-дің игі жақсылары өз-өзіне қырқысып, үлкен хан тағына таласа бастайды. Ресей болса жергілікті сұлтандардың қолтығына су бүркіп, оларды Әбілқайыр ханға қарсы қойып, осы арқылы кіші жүз жерінде хандық биліктің жойылуын тездетпек болады. Ресейдің бұл жоспары Әбілқайырдың өлімімен аяқталды. Қанды оқиғадан соң Қабанбай Барақ сұлтанды ханның өлімі үшін кінәлап, жоңғарлармен ауыр жаласуға ұмтылуын сынға алады. Бұл да Қабанбайдың саяси сипатын көрсетеді. Ол ешқашан өзге елдің бодандығын қабылдамаған адам. Оның таңдауы не өлім, не бостандық ұрандары секілді естілді. Оның ел ішіндегі абыройының өскендігі сондай, 300-дің ханы онымен санасуға, ақылына құлақ асуға мәжбүр болады. Бұл ел басына күн туған сәтте ер етігімен су кешкен қысылтаяң шақ, ердің майданда шыңдалатын сәті еді. Бас-басына би болған төре тұқымдарының аруағы қашып, елдің ауыр жүгі қарадан шығып хандыққа көтерілген батырлар мен билерге артылған дәуір болатын. Міне дәл осы кезде Абылай хан бастаған қазақ батырларының алтын ғасыры туды. Олардың ерліктерін әйгілі жыраулар жырға қосып, нағыз ертегідегідей айтыла бастайды. Бұл тірі аңыздар болатын. Олардың көш басында ту ұстаушы Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай батырлар тұрды. 1750 жылдан кейін қазақ даласын, әсіресе оңтүстік аудандардағы қалалы аймақтарды жоңғарлардан азат ету майданы басталды. Бұл ұзаққа созылған соғыстың соңғы эпизодтары болатын. Жоңғарлар өз ішінде ыдырап, одан қала берді Қытай империясы тарапынан қатты теперіш көре бастады.
өз басымен өзі қайғы болған жоңғарлар қазақ даласында бекінген пункттерден бірте-бірте шегіне бастады. Енді ол бекеттерді қорғайтын әскерлер отандарына, Жоңғарияға қайтуды армандай бастады. Жер-жерден бас көтерген қазақтың жаужүрек жігіттері жоңғар қосындарын талқандап кетіп жатты. Қабанбай бастаған әскер Іле, Балқаш, Қаратал өңірлерін жаудан тазартуға қатысты. Тарбағатай жеріне жеткен жасақтың бір бөлігін бастаған оның басшылығымен Қаракөл және Нарынды, Үржар мен Қатынсуды, Алакөл мен Барлықты азат етіп, терістік бағыттағы Бөгенбай әскеріне барып қосылды. Қазақ әскерінің жан шыдатпас соққыларынан тырағайлап қашқан жоңғарлар Баспан базар, Шорға, Маңырақ шайқастарында ойсырай жеңіліп, шығысымыздағы Зайсан, Марқакөл, Күршім өңірлерінен бас сауғалап қашады. Ертіс пен Зайсан, Тарбағатайдың баурайын сонау Қасымхан дәуірінен бастап қоныстана бастаған ойрат тайпалары бұл араны өз әкесінен қалған мұрасында еркін тайраңдап, кешегі Тәуекел мен Хақназар тұсында қазақтарға бағыныштылығын мойындағанымен жерден көше қоймайды. Тіпті Есім ханның қаһарлы жорықтарының өзінен сескенбеген олар ертістен өтіп қазақ ауылдарын басып өтіп батысқа қарай жылжыған болатын. Міне енді осы жерлер жаудан тазартылды. Ақыры 1758 жылы әлем картасынан Жоңғария деген мемлекет жойылып кетті. Кезінде жарты әлемді жауламақ болған ел енді Қытай империясының жай ғана бір провинциясы болып қалды. Бұл оқиға бүкіл Азия құрлығына жаңалық болды. Азияның түріктектес хандықтарына Қытайдың жаулап алу қаупі туындады. Сонау Ауғанстан жерінде билік құрып отырған Ахмад Шах Дурани арнайы елші салып, Абылай секілді жауынгер халықтың басшысымен Қарақытайға қарсы одаққа бірігуге ұмтылды. Бұл туралы алдағы уақытта видеоларда айтуға тырысамыз. Өз елінен қашқан жоңғар ханзадасы Әмір Сананы қорғаған қазақ билеушілері қаптаған Қытай армиясымен соғысуға мәжбүр болды. 100 мыңдаған қара құртша қаптаған Қытайдың сансыз әскері қазақ даласына тақап келді. Қазақтың өлермен әскері бірнеше рет тиіп қашып ұрыс салды. Алайда күш тең емес еді. Қытайлар өте көп болатын. Бүкіл өмірі дерлік қан майданда өткен қарт батыр өз ажалының жеткенін сезсе керек. Мен енді көп ұзамаймын. Әрі кетсе бір ай, әйтпесе шөп буыны қата жолға түсетіні шығармын. Тоқтының сыртында Сарыбел деген асу бар. Сүйегімді сонда апарып қойыңдар деген өсиет айтса керек. Батырдың ауыр науқасқа шалдыққанын, денесінде тілінбеген жарақат түспеген жер қалмаған жақсы білетін қырғыздардың Қарабек деген батыры: маған неғұрлым Қабанбайдың амандығы керек. Оның ауылын көзі тірісінде шаппасам, кегім қайтпайды деп лепірген екен. Сөйткенше болмай, Қабанбайдың ауылы азан-қазан болып, қырғыздардың әскері батырды өлтірмекші деген дауысқа тұнып кетеді. Аяқ қолының сау жері жоқ. Қарттық меңдеген Қабанбай бұл кезде төсек тартып жатса керек. Бірақ оның қаны басына шауып, өзінің өлім халіне таяғанында ұмытып кетеді. Қарт батыр қырғыз батыры Қарабекке қарай жүрді. Қолына қаусыра ұстаған сүңгіні ұстаған күйі ат үстінде шіреніп отырған Қарабектің тура жүрек тұсына қадап аттан аударып тастайды. Соңғы шайқасы, соңғы жеңісі болатын. Шайқастан соң атақты батыр о дүниеге аттанды. Батырды өз өсиеті бойынша жоңғар қақпасының сол жақ қапталындағы Сарыбелге жерледі. Белгі ретінде батырдың басына тас үйілді. Қабанбай батыр өмірінде 103 жекпе-жек өткізіп, оның бірде-біреуінде жеңіліс көрмеген деген тарихи дерек айтылады. Қабанбай батырдың ерлікке толы тарихы осылай болатын.